ekan. Қазақстан азаматының міндеттерін орындауға, міндет не екенін білеміз, я? Міндет ол біздің атқаруымыз керек болған нәрсеміз екен. Өз елінің мүдделері мен құндылықтарын қорғауға дайын болуымыз керек екен. Біз бұл құндылықты сабақ кезінде өзімізге сіңіріп барады екенбіз. Яғни біз өз міндетімізді, отан алдындағы міндетті, мектеп алдындағы міндетті, ата-ана алдындағы міндетті, ұстаз алдындағы міндетті атқаруды үйренеді екенбіз. Аптамыздың лайық сөзі Айзоқор. Туған жерде жер болмас, туған жерде жер. Не үшін туған жерде жер жоқ? Өз елімді Дұрыс айтады, тағы керек, қазірді. өз үйім өлең дөшегім деген Бәрекелді, жарайсыңдар. Ал енді бүгінгі біздің сабағымыздың бағалау туралы айтайын. Мен бағалау парағын таратып қойдым сендерге. Не істейміз? Мына жерде Шәкәрім Құдайбердіұлы. Еріншектен салақтық, салақтықтан надандық. Бірінен бірі туады, жоғалар сөйтіп адамдық. Еріншек таза жүре алмас, кірі қоңын жуалмас. Харекет жоқ, ғылым жоқ, өз бойынан ұялмас. Жүрейін десең тұрғызар, төсекке мойын бұрғызар. Аналарда жүр ғой деп, біреуді мысал қылғызар. Тұрайын десең жатқызар, буыңды сөйтіп қатқызар. Орынды іске кіргізбей, не болса соны шатқызар. мақсаты қандай болады екен? Біз сендермен сызба арқылы берілген кестелерді интерпретация жасауды үйренер екенбіз. Ал енді интерпретация дегеніміз қандай сөз? Ол кірме сөз. Яғни орыс тілінен бізге енген сөз. Сонда біз бүгінгі сабағымызда не істейді екенбіз? Интерпретация дегені кесте арқылы, схема арқылы, сызбалар арқылы берілген мәліметті біз фразологизм дегеніміз не? Мен демейміз, қол көтереміз. Тағы Азатбек бастаймыз. Фразологизм деп айта салайық. Дегеніміз емес, одан көп сөздің тіркестірілуінен жасалады. Жарайсың тағы. Біз сөйлемдегі сөздерді ауыстыра алмаймыз. Не үшін ауыстыра алмаймыз? Ол сөздің мағынасы сөздің мағынасы ауысып, өзі келді. Сол қазақ тілінде қалай түсінуге болады? Оқиды. Оқы. Иммунитет. Иммунитет дегеніміз қорғаныс қабілеті. Ненің қорғаныс қабілеті? Ағзасының жақсы себебі. денсаулық адамның жақсы жағдай. Хал жағдайы. Тимур оқы. Вакцина ауылын сақтайтын дәрі.
аға, ал мүлде ауырмаудың амалы бар ма? Бар. Ауырмау үшін иммунитетті күшейту керек. Ол қалай? Адамда ауруға шалдықтыратын түрлі вирустар көп. Адам бойында сол вирустарға қарсы тұратын аурудан сақтайтын қасиет бар. Соны иммунитет деп атайды. Адамның иммунитеті неғұрлым күшті болса, оның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. Иммунитетті күшейту үшін ең әуелі дұрыс тамақтану қажет. Яғни, денсаулыққа пайдалы, дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу керек. Сонымен қатар, денені шынықтыратын жаттығулар иммунитеттің қорғаныс қабілетін күшейтеді. Ауруларға қарсы алдын ала егілу де денсаулықты сақтауға септігін тигізеді. Сондай-ақ, тазалық сақтау өте маңызды екенін естен шығаруға болмайды. Қолды жиі-жиі жуып, лас жерден аулақ болып, айналаны таза ұстау керек. Түсінікті. Денсаулығымыздың мықты болуы көп жағдайда өзімізге байланысты екен ғой. Мен енді бұдан былай дұрыс тамақтанамын. Тазалықты да сақтаймын. Дене шынықтырумен де тұрақты айналысуға тырысатын болам. Böğde zatlardan ıqbalına qarşı тұрған иммунитет. Ол екі түрге бөлінеді. Жасанды және табиғи. Табиғи анадан туғаннан соң табиғат бізге иммунитет береді. Бізге вакцина салып иммунитетімізді күшейтеді. Taqırdan keyin, immunitet taqırdan keyin qay әдетіңді қоясың дейді. Газдалған сусындарды ішуді. Газдалған сусындарды ішпейді екенсің, жақсы. Егер сенің иммунитеттің әлсіресе, не істейсің? Не істейсің болады. Егер иммунитеті төмендесе, пайдалы жеміс-жидектерді, көкөністерді жеуді. Жарайсың. Оқы. Аурудан сақтайтын дәрі қалай аталады дейді. Ауру баға айттым, я? Аурудан сақтайтын дәрі қалай аталады дейді. Әлішесін айтасың ба? Вакцина деп аталады. Отыр. Ауру тудыратын Вирус. қалай аталады? Ауырып қаламыз. Не үшін ауырып қаламыз? Соны бізге тудырып беретін нәрсе не? Мен айтайын. Кім? Вирус. Вирус екен. Әй, бала, вирус екен. Не екен? Иммунитетке әсер етеді. Дұрыс оқы. Қандай тағамдар әдетте иммунитетті әсер етеді? Тез дайын болатын тамақтар, фастфудтар, кетчуп, майонез және сосиска. Бір қалды енді. Адамдарды аурудан қорғайтын жүйе қайсы? Иммунитет осы. Жақсы. Дұрыс па?
Uyku az olsa immunitet artadı. Buruz. Ceviz peyniri kökeni sarımsak yapaydı. Duruz. Kimde kaçı var? Kimde kaçı var? Bak. Yaraysın. Abdülaziz. Duruz. Sen suyunu koyuyorsun. Kürestiğiniz suyunu koyuyorsun ya. Duruz. Duruşlar bunlar bir koyalım. Durduğumuzda şimdi kastırmamız. Sen kelime cevap verdin bugün. Senin жақсы 8-ге дейін көтеріліпті, Ықтияр-бек 5-ге дейін көтеріліпті, өзін жақсы бағалапты. Тимур 10-ға дейін көтеріліпті, Азиза жарайсың 10-ға дейін. Сен түгел иммунитетіңді тасып кетті сенің. Өзіңді жақсы бағала. Сен 5-ге лайық жауап бердің. Сонымен бүгін